Армысыздар, құрметті көрермендер, достар. Баршаңызды 10 тамыз Абай күнімен құттықтаймын. Сіздерге жалынды сәлем. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы қолжазбалар сөйлейді бағдарлама айдарының жүргізушісі мен Жабықбайұлы Әділәлі. Сұхбатымызды бастамастан бұрын бүгінгі бағдарлама айдарының құрметті қонағын таныстырып өтсек. Абай Академиясы ғылыми зерттеу институтының директорының орынбасары, филолог, мәтін танушы Кәріпбаев Жанбота Тасболатұлы. Жанбота Тасболатұлы, сізді де 10 тамыз Абай күнімен құттықтай отырып, сізге бірнеше сұрақтар әзірлеп едім. Бірінші қоятын сұрағым, өзіңіз қызмет етіп отырған институт туралы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Яғни, институт қызметінің мәні, мақсаты неде? Немен айналысып, нені зерттейсіздер? Осы туралы қысқаша тоқталып өтсеңіз. Өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы президент жарлық қабылдап, 20 жыл Абай жылы деп жариялаған болатын. Осыған орай жарлық негізінде осы Абайдың 175 жылдығын тойлау комиссиясы құрылды. Комиссияның төрағасы ретінде Қырымбек Көшербаев тағайындалды. Ол бірқатар отырыстар өткізді былтырғы жылы. Сол бағдарламасын қабылдады. Сол бағдарламасында Абай Академиясы ғылыми зерттеу институты деген сондай бір Абай мұрасын зерттейтін, ғылыми жағын қамтитын орталық ашу көзделген болатын. Сөйтіп, сол комиссияның 3 желтоқсан 2019 жылғы қаулысымен Абай орталығы ғылыми зерттеу институты Евразия ұлттық университетінің негізінде ашылды. Бүгінгі таңда институт құрамында университетіміздің республикаға танымал 11 ғалымы жұмыс істейді. Оның ішінде жас мамандар жартысын құрайды делік. Енді сол құрылғаннан кейінгі қысқа мерзімнің ішінде жоспар қабылданып, институттың сосын бірқатар зерттеулер көзделген болатын. Айталық, институттың өзінің үлкен жобасы Абай және қазақ социумы деген сияқты зерттеу. Солар бүгінгі таңда 18-інің 15-і толық жүзеге асты. Ол кітаптар жарық көрді, монографиялар. Айталық, бірқатары Абай және оның қоршаған ортасының биографиясына арнасы. Мысалы, Ерлан ректорымыз төрағалық еткен осы жобаның атауы Абай Академиясы деген сериямен жарық көріп отыр. Осы жобада Абай ғұмырнамасы, Құнанбай Өскенбаев ісі, мысалы, Нұралы Дулатбековтің Абай пәлсапасы Ғарифолла есімінің, бұны білмей жазған жоқ, текстологиялық зерттеу Тұрсын Жұртбай, кешегі өткен Би Құнанбай Тұрсын Жұртбай, Жанат Әскербек қызы және Біржан Ақмер 5 асыл іс балаларға арналған кітап, Абай педагог дүние танымы Төлеубекова деген педагог ғалымның зерттеуі, Абайдың көркемдік әлемі Серік Негимов профессор ағай, Абай және Алаш сабақтастығы Дихан Қамзабекұлы және Сұлтанхан Аққұлұлы жобасы, осындай бірқатар жобалар, үлкен кешен зерттеулер жүзеге асырылды. Міне осы бүгінгі таңда институттың істеген, атқарған осындай жұмыстары нәтижелі межесіне жетті деуге болады. Сонымен қатар басқа да жобалар жыл аяғына дейін жүзеге асырылуы көзделіп отыр. Рахмет. Жәке, сізге қояр екінші сұрағым,
Абай текстологиясының астарында қандай негіздер жатыр? Осы туралы қысқаша тоқталып өтсеңіз. Текстологиясының негізінде өздеріңіз білесіздер, Мүсейіт қолжазбасы бұл 1905 жылы Абай қайтыс болғаннан кейін бір жылдың ішінде жинақталып жазылған дүние. Ол 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында жарық көрді. Негізге осы Абай мәтіндеріне келген кезінде осы қолжазба негізге алынады. Одан кейін совет кезеңінде әр жылдары, мысалы 33 жылы, 45 жылы делік, 49 жылы, 57 жылы, тағы жылдары Абайдың юбилейлік даталарына орай әдебиет және өнер институты бүгінгі Мұхтар Әуезов атындағы соның негізінде академиялық жинағы жарияланып отыр. Бүгінгі таңда соңғы түзілген жинақ ретінде 1995 жылы түзілген жинақ болып есептеледі. Биылғы жылы сол институт тарапынан тағы да біраз толықтырылып түзетілген, бірақ былайша айтқанда радикалдық негізде өзгертілмеген, өйткені канондық мәтіні басқа ақын жазушыларға әбден қалыптасқан Абайдың, сондай жинақ жарық көру көзделіп отыр. Енді биылғы жылдың жаңалықтарында сол болмақшы. Жәке, сізге тағы бір үшінші бір сұрағым бар еді. Абайдың шығармашылығын қалай бағалауымызға болады? Әдеби мұра ретінде ме? Әлде философиялық ойлардың поэзия формасында берілген нұсқасы ма? Бұны қалай түсінуімізге болады? Енді Абай шығармашылығы ең қазақ ақын жазушылардың ішіндегі мәні мазмұн жағынан өте сондай жинақы мұра болып есептеледі. Абайдың ерекшелігі ретінде зерттеушілер оның шығармашылығында бірнеше әлеуметтік және философиялық концепциялардың бойын көрсету негізінде философиялық негізде құрылған өлең формасында берілген шығармашылық ретінде бағалайды. Мысалға, оның өлеңдері мен қара сөздерінің арасында жік салу да қиын. Өйткені айталық ол кісінің Абайдың зерттеулерінде толық адам концепциясы. Ол қара сөздерінде де түсіндіріліп, кеңінен тармақталып жатса, өлеңдерінде ол өлеңдерінің өң бойынан, мысалы Абдрахман туралы өлеңдерін, басқа өлеңдерінен, жаңа Бес асыл іс деген өлеңдер, толық адам концепциясы деген мысалға үлкен идея жатыр. Сондықтан тіпті бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның азаматы, зерттеуші ретінде бір жақты пікір айтудан аулақпыз. Себебі бүгінгі күннің өзінде айталық советтік кезеңде 147 ғылыми зерттеу жұмысы атқарылған екен. Сол 147-нің 53-і докторы, қалған кандидаттық жұмыс болған екен. Өзіңіз ойлаңыз, қандай көлемде сондай Абайды зерттеген екенбіз. Бұл 95 жылға. Одан кейінгі аралықта қаншама зерттеулер жүргізді. Олардың барлығы әртүрлі саласында, тіпті физикамен де, былайша айтқанда, физика тарапынан да зерттелген бір қызықты зерттеулер болды. Бірақ олардың барлығы бір толықтай Абай шығармашылығының бейнесін ашты деп айтудан аулақпыз. Әлі де Абайдың біз үшін, зерттеушілер үшін ашылмаған, әлі де зерттеуді қажет ететін тұстары шығармашылығында жеткілікті.
Рахмет. Жәке, тағы бір әзірлеген сұрағым бар еді. Абай өмірбаянының көркем шығармадағы прототиптік образы және шынайы болмысы, оның шығу иерархиясы туралы тоқталып өтсеңіз. Енді Абай биографиясын мысалы ең алғаш жазған кісілердің бірі Бөкейхановтың мақаласы, Абайға арнаған некролог мақаласы, жылдығына орай жазылған. Содан бергі аралықта, енді өздеріңіз білесіздер, 20-шы жылдары Әуезовтің Аймауытовпен жазған мақаласы болды. Байтұрсыновтың мақаласы, белгілі мақала. Құдайберген Жұбановтың мақаласы болды. Абай шығармашылығымен өміріне арналған. Одан кейінгі аралықта қанша дүниесі жарияланды. Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановтың зерттеу биографияларының негізінде 1945 жылы жарияланған жұмыстар. Одан кейінгі аралықта үлкен ғылыми дәрежеде өздеріңіз білесіздер, Қажым Жұмалиев зерттеу жүргізді Әуезовтың шәкірті ретінде. Қайым Мұхамедхановқа мысалға Абайдың әдеби ортасы деген тақырыпты берді. Енді сол зерттеулер белгілі дәрежеде қуғын сүргінге де ұшырады советтік кезеңде. Бірақ соған қарамастан ол Абайды зерттеу үрдісі бүгінгі дейін жалғасын тауып келуде. Әрине олардың ішінде мына идеологиялық себептерге байланысты әртүрлі қарама-қайшылықтар да болды. Көпшілік жұрт Абай шынайы биографиясы мен мына көркем шығармадағы көркем шындықтың арасындағы аражікті айыра алмайды. Мысалға Абайдың романдағы образын алады да шынайы образ ретінде қабылдайды. Алайдағы екеуінің арасында үлкен айырмашылықтар бар. Шынайы өмірдегі Абай ол әкесінің баласы, әкесін сыйлаған, әкесінің тәрбиесін көрген. Сол тәрбиенің нәтижесінде сондай тұлға ретінде қалыптасып отыр. Және ол тек қана Абайдың өзі ғана емес, өздеріңіз білесіздер, Шәкәрім Құдайбердиев сол шаңырақта атасының бауырында тәрбиеленді, әкесі дүниеден ерте өтуіне байланысты. Құнанбайдың былайша айтқанда қолында тәрбиеленді. Сол үйден мысалға Абай Ақылбайұлы керемет үлкен ақын, өнерпаз шықты. Бұл да тікелей Құнанбайдың өзінің бауырында тәрбиеленген немересі. Өздеріңіз білесіздер, Мағауия шықты, Абайдың өзінің балалары. Бұл әулет екі рет мысалға европалық негізде білім береміз деп қадам жасады. Мысалы Құнанбайдың бел баласы Қалиолла оқыды, алайда ол жаңағы көкірек ауруы дейді, соған шалдығып, содан қайтыс болды. Одан кейін Абай да оның әрекетінен қайтпай Ғабдырахман деген баласын өздеріңіз білесіздер, Петербургтағы атақты артиллериялық Михайлов училищесінде оқытты. Оның да өкінішке қарай ғұмыры ұзақ болмады. Осы Алматыда жерленді. Верный ол сол тұста. Енді соған қарамастан толық академиялық нұсқасы Абай биографиясының әлі күнге дейін жазылмаған. Енді былайша айтқанда, ол да алдымыздағы зерттеушілердің алдына қойылған міндеттердің бірі ретінде қалып отыр. Тіпті сондай академиялық нұсқадағы биографиясының жазылған күннің өзінде ол да толық, мысалға, барлық өмірінің салаларын қамти алады деген пікірден біз алыспыз. Абайдың өзінің азаматтық тұлғасында, шығармашылық тұлғасында қамту деген нәрсе оңай дүние емес. Рахмет. Жәке, осы соңғы бір сұрағым бар. Соңғы сұрақтан бұрын мына бір дайындаған тағы бір сұрағым бар.
соған қысқа да нұсқа жауап беріп кетсеңіз. Бүгінгі таңда абай танушы жастар мен абайды зерттеп жүрген ғалымдар абайды қай қырынан танып зерттеп жүр? Мәселен, абай шығармашылығының тілін, әдеби негіздерін бе? Сіз абай тануға қатысты тағы қандай тың зерттеулер келтіре аласыз? Енді бір қызықтыратыны, институтымызда жүзеге асырылған абай және қазақ социумы деген зерттеуге кешегі PhD ғылыми дәрежесін қорғаған бірқатар жас ғалымдар қатысты. Айталық, Бекарыс Нұриманов, біздің осы Евразия университетінің түлегі, Семей университетінен Арайлым Жүндібаева, осы кезінде бізде магистратура, бакалаврын оқыған Мәрлен Әділов деген қызықты жас зерттеушілердің осы абайтану саласында зерттеулер бой көрсеткен ерекше атап өткім келеді. Айталық, Мәрлен Әділов Рабиға Сыздықованың, өздеріңіз білесіздер, абай әдеби тілі деген зерттеу жүргізген болатын. Сол Рабиға Сыздықова сол әлдеқайда жаңа осы түркиялық мысалға негіздерді пайдалана отырып жаңа тұрғыдан мысалға әдеби тілі зерттелді Мәрлен Әділов тарапынан. Жүндібаева мысалға абайдың ақындық мұрасының әдеби негіздерін зерттеді. Нұриманов та сондай еңбек жасады. Сонымен қатар бірқатар зерттеушілер мысалға абай шығармашылығын және одан кейінгі алаш қайраткерлерінің шығармашылығымен арасында болған сабақтастық туралы бағытты ашып жатыр. Бүгінгі күнде өте бір жақсы зерттеліп жүрген тақырыптардың бірі. Және халық арасында да сондай бір үлкен ықыласқа бөленіп отырған тақырыптардың бірі бұл. Сондықтан дінтану саласындағы зерттеулер атап өтуге болады. Сондықтан абай туралы зерттеулер тоқтап қалды деген ойдан аулақпыз. Сол жастар осы абай шығармашылығына назар аудару, саналы түрде осыған келу, абайтанудың әлі де болашағы зор деген мәселені аңғартады. Рахмет, Жәке. Соңғы бір сұрағым, 10 тамыз абай күні бекітілді. Осы 10 тамыз абай күніне байланысты Қазақстанның барлық өңірлерінде онлайн конференциялар, шаралар ұйымдастыруда. Осы туралы қандай алып қосар өзіңіздің жеке ойларыңыз бар, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді бірқатар шығармашылық интеллигенция дейік, мысалға жақсы ілтипатпен қабылдаған болды да, алайда бірқатары күні деген сөзден бір кілтипан тапқандай болды. Неге делік, мысалға Ресейде бір қалыптасқан күн бар, Пушкин күні, және сол күн халықаралық орыс тілінің күні болып есептеледі. Сонымен бір параллель өткізілгендей болды. Неге күні деп мысалға атады деген сияқты. Басқа бір күні деген сөзден басқа бір сөзбен атау керек беді деген бірқатар сол критикалық негіздегі сыни пікірлер болды әлеуметтік желілерде. Алайда қалайда болсын, мемлекет тарапынан идеологиялық негіз ретінде абай тұлғасын, абай шығармашылық мұрасын пайдалану үрдісін, белсенді түрде пайдалану үрдісін байқап отырмыз. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезінде бұл оң бір шаралардың қатарына жатқызуға болады.
бір жағы абай осындай үлкен 175, 150 немесе 200 жылдық деген дата немесе әр 10 жыл сайын мысалға абайдың келесі жылы айталық 5 жылдан кейін 180 жылдығы деген сияқты даталар болады. Тек қана сондай бір круглый дата дейді ғой, сондай даталардың аясында ғана емес, жылына бір рет абайды осы күн аясында мысалға бүкіл Қазақстан болып, халық болып еске алып отыратын боламыз. Абайға байланысты өздеріңіз білесіздер, Абай телеарнасы ашылды. Онда күнделікті жүргізіліп жатқан зерттеулер, күнделікті мысалға айтылып жатқан ойлар, күнделікті Абайдың шығармашылығы әр тараптан мысалға насихатталатын болады. Енді бұрын тек қана сөз деңгейінде айтылатын болса, бүгінгі таңда ол белгілі дәрежеде жүзеге асқанын көреміз. Соның әлбетте біздің қазақ қоғамы үшін, еліміз үшін үлкен рухани, мәдени маңызы мол шаруа біріншіден, екіншіден, егер біз Абайдың ойларының негізінде өзіміздің рас бойымызда түзейтін болса, онда бір үлкен игіліктерге, үлкен жақсылықтарға жететінімізге, елдік мұратымызды мәңгілік қылатын жағдайға жететінімізге еш күмән жоқ. Рахмет Жәке, алтын уақытыңызды бөліп, ықыласты, зейінді, зерделі сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі бағдарлама айдарының құрметті қонағын қайталап таныстырып өтсек, қолжазбалар сөйлейді бағдарлама айдарының бүгінгі құрметті қонағы Абай Академиясы ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары, филолог, мәтінтанушы, ғалым Кәріпбай Жанбота Тасболатұлы. Абай шығармашылығын зерттеу, Абай әлеміне тыңнан түрен салу 21 ғасырда да өз жалғасын таба бермек деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Қайыр, қош, аман, сау болыңыздар.